Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай үй жағдайында өте дәмді сосиска в тесте әзірлейтін боламыз. Балалардың сүйіп жейтін тағамы. Ең бірінші бізге осындай таза ыдысымызға жылы сүтімізбен жаңағы бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне бір жұмыртқамызды салып, осыны бенчиктің көмегімен араластырамыз, немесе бенчик болмаса, осындай қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Осыны шекерімізді салып, жақсылап араластырып, осындай тұз бен дрожжымызды да салып араластыратын боламыз. Одан кейін қазір мен описаниеға қалдырып кетемін, ұнды қанша грамм қосу керектігін, және сол граммнан артық ұнды қоспаңыздар, себебі қамыр қатты болып кетеді. Қолға жабысқақ болса, бір-екі рет қайтарып жіберіп, үстіне сұйық май сеуіп, жаңағы жылы жерге қойып қойсаңыздар болады. Мына қазір видеода көрсетілгендей етіп иленіп жатыр. Негізінде видеода 600 грамм ұн деген, сол 600 грамм ұннан артық ешқандай кем немесе артық ұн салмаймыз. Және енді үстіне сұйық майымызды салып, одан кейін бір-екі рет қайтарып жіберіп, бетін осындай күліңмен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Дайын болған қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Видеода көрсетілгендей етіп таразымен бөлсеңіздер де болады, және болмаса көз мөлшерімен осылай бөлсеңіздер болады. Мен көз мөлшерімен осылай шамалап бөліп шықтым. Дайын болғаннан кейін осылай жайып, видеода көрсетілгендей етіп асықпай сіздер үшін түсірдім. Осылай көріп алып, осылай қарапайым өру әдістері арқылы орасаңыздар болады. Және келесіде солай жайып, келесінде дәл солай етіп орауға болады. Бұл негізінде ораудың жалпы бір ғана тәсілі. Мен видеода 2-3 тәсілін көрсеткен болатынмын. Негізінде бұдан да жақсы әдемелеп орасаңыздар да болады. Бұл енді қарапайым әдісі. Ал бұл енді екінші тәсілі, қалай орау керектігін видеода көрсеткен болатынмын. Сіздер асықпай видеоны қайталап көрсеңіздер болады. Ал енді келесілердің барлығын осылай өзім өріп шықтым. Ал енді дайын болғаннан кейін бір жұмыртқаның сарысына 1 қасық сүтімізді құйып, осылай бетіне жағып шығатын боламыз. Үйіңізде мак немесе күнжіт болса, үстіне әсемдік ретінде сеуіп жүрсеңіздер болады. Және де қызып тұрған пешке 180-200 градуста 20-25 минутта пісіп шығады.